Қазығұрт ауданында Кеңес одағы батырының есімімен аталатын ауылдық округ бар. Ол Қарақозы Әбдәлиев, орталығы Рабат ауылы. Батыр туған бұл өңірдің бүгінгі тіршілігі, егін шаруашылығы, оның ішінде бидай, арпа, мақсары және тағы басқа дақылдар. Еңбекқорлық пен төзімнің нәтижесінде бүгінде Қазығұрт ауданы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруден облыс бойынша бірінші орында. Ауылға есімі белгілі Кеңес одағының батыры Қарақозы Әбдәлиев туралы тарихтың өзі бір төбе. Өмірінің соңына дейін отанын қорғап, халқының жағдайын ойлап, туған жерді болашақ ұрпаққа аманат етті. Батырдың аманатын бүгінгі тұрғындар бағалай алды ма? Аумағына 7 елді мекен қарайтын ауылдық округте 12 мыңға жуық халық тұрады. Бұл 1900 отбасыны құрайды. Ауылдық округтың жалпы жер көлемі 62 мың гектарды құраса, оның 18 мың гектары егін шаруашылығы мақсатында қолданылады. Халықтың басым бөлігі де осы егін мен мал шаруашылығына бейімделген. Күнкөріс қамына айналған бұл жұмыстардың нәтижесі де жоқ емес. Қазығұрт ауданының жалпы өнім көлемін арттырып, үлкен үлес қосып жүрген де осы ауыл. Шаруалар үшін мемлекеттен қажетті тыңайтқыштар уақытында беріліп отырады. 18 мың гектар егістік жер, ол 18 мың гектарды жылда біз игеріп отырмыз. Үлкен шаруа қожалықтарымыз бар, өндірістік кооперативтер бар, жауапты шектеулі серіктестіктер бар. Солардың бәрі толығымен игеріп отыр. Бұл шаруа қожалықтарына жалпы мемлекет тарапынан жеңілдетілген тыңайтқыштар беріледі, жеңілдетілген жанар жағармайлар беріліп отырады. Әрине олар дұрыс өнім алу үшін жерді дұрыс пайдалануда. Дұрыс обработка жасайды, тыңайтқыштарын уақытылы береді. Басқа да қажетті жерге қажетті нәрселер бәрін уақытылы беріп, дұрыс өнім алуда. Жалпы 10 жылдың көлемі болды аудан бойынша. Біздің аудан облыс көлемінде жоғары орын алып жатса, біз ауданда осы Қарақозы Әбдәлиев ауылдық округі егістік жағынан жоғарғы бірінші орын алып отқан жағдайымыз бар. Ал инфрақұрылымның дамуына келетін болсақ, ауылдық округтың ішкі жолдарын асфальттау мақсатында биыл облыстық бюджеттен 31 миллион теңге бөлінген екен. Ал көшелерді жарықтандыруға 135 миллион теңге қаралған. Одан бөлек өңірдегі 7 елді мекеннің 4-еуі газ жүйесіне қосылған. Сол көшелердің бәрін биыл істейтін боламыз. Көше жаңа асфальт жолы мен электр энергиясын тартатын боламыз. Жұмыстар осы 1-2 айдан кейін басталады. Газбен қамту жалпы бізде 7 елді мекен болатын болса, соның 4 елді мекені газбен қамтылған. 3 елді мекен, мына еңбекші Қызылдала Амангелді елді мекендері, енді қазір бізде мына Шанақ ауылдық округі деген бар, соның ол ескі Шанағынан үлкен 1 миллиардқа агресс салынды. Сол жерден проект жасалынып жатыр, сол кейін келешекте соттың газ тартатын болады. Әрине тек қана біз үш елді мекен, оған Шанақ ауылдық округіне қарасты елді мекендер бар. Солардың бәріне бірге тартатын болады, үш елді мекенімізге. Әбдәлиев ауылдық округінде орналасқан мектепке де батырдың есімі берілген. Бүгінде 600-ге жуық оқушы білім алуда. Бірақ карантинге байланысты оқушылар аралас форматта оқуда. Білім ордасының негізгі мақсаты онлайн оқу кезінде төмендеген білім сапасын қайта көтеру болып отыр. Негізінен келгенде оқушыларымыз онлайн бағытта да өздерінің білімге құштарлығын көрсетті. Бірақ дегенде Шолпан ханым айтқандай, білім сапасында төмендеу бір шама бар. Бірақ енді соны осы 4-90-да қосымша сабақтарды қоя отырып, сол мүмкіншілігінше ретке келтіру бағытында жұмыстар жасаймыз. Аруна Пернебек, Абылайхан Айдарбеков, Айғақ қоғамдық телеарнасы арнайы Қазығұрт ауданынан.